экранға шығаршы мен Лео. Ну не, кім не жоқ па сенде? Ну не, Аргентинан кем жоқ па? 10-шы нөмірмен. Лео шығарса болса. Қайға шығару керек? Обойске қойсайшы. Има 100 мың адам бал қойып тағын ғой. Каз, таппай атмын ссылканы. Қайда жібердің? Чатқа астынан мал. Қайға дейді? Қайға жібердің еді, естілмей жатыр, за**ал, мейлер күлмеш. Күліп жатқан жоқ анау ғой. Чатқа астынан. Кадрдасыз, болды. Нұреке, кадрдасыз. Сразу келісіп алайық. Ешқандай жерден қарамайсыңдар, чисто өздерің білімдеріңмен жауап бересіңдер. Давай, кім қарайды сол жандос болады. Бұл кім ақылдырақ деген рубриканың екінші бөлімі. Қонақта Нони Кезі және Майкл Миллер. Алдарыңда 6 бөлім бар. Космос планета, кино, сериал, киберспорт КС2, қазақ тілі, дүниежүзі тарихы және жұмбақтар. Негізі біреуін қосайын деген Реал мен Барса деп ше. Ну ладно дедім ше. Ереже, бір адам мысалы бір сұрақты таңдайды. Допустим, космос және планеталар 100 дейді. Таңдаған адам бұл міндетті түрде жауап береді сұраққа. Егер ол жауап бермесе, типа, менде вообще идея жоқ десе, екінші адам жауап беруіне болады, егер өзінің еркі екінші адамда. Егер екінші адам оған жауап беріп, қателессе, одан бал алынып тасталынады, қате болып қалса. Егер дұрыс жауап берсе, оған қосылады. Түсінікті ғой ереже? Так, Ничего не понял, очень интересно, давай. Потологын қойып текші, Нонина несінің. Болды. Главный бәрі честно болса болды. Кім бастайды? Сулифа? Мен бастаймын, жүнді аз қалды ғой, қалай ол? Нони өлуің аз қалды дейді, баста дейді. Бұл роликтің демеушісі бір хбет компаниясы. Егер жоғары коэффициенттер жылдам төлем іздесеңіздер, тек осы жерде. Және Лео 65 промокодын жазуды ұмытпаңыздар. Ол жаңадан келген ойыншыларға 390 мың теңгеге дейін бонус береді. Сілтеме комментарийде. Короче, мынандай ғой. Және планеталар 300. Сұрақ, күннен түскен жарық жерге қанша уақытта жетеді? Айтайын ба? 3,5 минутта жетеді. Болды ма? Ойланбайсың, сразу ма? Сразу, білем мен. Окей. Дұрыс жауабы 8 минутта. Нони қателесті. Нони балыңды қарсың? Ей! Нони Алдық демане. Минусқа Нони кіресің. мен бар ғой, жаймен бірақ сені асып кетем қазір. Киберспорт 120-шы. Counter-Strike 2 ресми түрде қай жылы шықты? 2013 жыл. КС 2 ма? 2000... Сесте жауап беретін. Секунд қой. Жоқ, Нони секунд жоқ, ешқандай. Нони қой. Өйтін не істеме. Просто бар ғой, мен қателесіп қойым мүмкін 22-ның соңы мен 23-дің басым бар ғой. Боше, анау даже тез жауап берді. Нони тез жауап. 22. Мейлер, сен жауабың 22. Мен жауап бере алмайын ба? Егер мен жауабым жоқ десе, онда сен жауап беруге еркің болады. Так, мейлер қателесті. Мен білем ғой 23 деп айтқым кеп тұр ғой. Нони мені сен білетін едім, жаңа 8 минут деп айтайын деп тұр едім саған. Серьезно? Соны айтпайсың. Қойып қалдың сен оны. Жоқ, қойып қалған жоқ, шын айтамын, мен 8 минутке біліп тұрдым. Кім, Нони? Кино және сериалдар 200. Нони. Начало және Интерстеллар фильмдерінің режиссері кім? Білмесең, білмеймін алдан. Еркекше айтайын сұрақты мен құрған кезде Нониға түсте жауап береді дедім мен. Жоқ, білем, началоға бізде Дикабрио түсті, Интерстелларға бізге ана брат түсті, Джентльменға түскен. Екі фильмді өте қатты жақсы көрем, бірақ кім түсірді оны, айтайын ба? Наны білмесең, Нони сен кино мен сериал тастай сал, еркекше айтайын. Қара, менде Гай Ричи бар, кім бар анау? Джеймс Кэмерон бар. Нақты жауабың? Ананың аты кім еді? Ё-майо, ана бір режиссер бар еді ғой, знаменитый. Қайсы? Ақан Сатаев па? Нони, минусовать етесің, жауап бермесең болады, лучше минусовать ет. Жоқ, ол міндетті түрде жауап беру керек, егер сұрақ таңдаса. Мен жауап бермесем, по-любому минус па? От заката до рассветаны түсірген режиссер кім еді? Ё-майо. Квентин Тарантино дейін деп жатырмын ғой, бірақ ол емес шығар да түсірген. Лео, білмейсің ба? Лео, айтшы, кәне, деш? Соперник жоқ сияқты ма? Жарайды, Джеймс Кэмерон болсын мен жауабым. Қабылдаймыз онда. Дұрыс жауабы Кристофер Нолан. Қалай, Нони, қалай білмейсің? Дүние жүзі, тарихы 200. Миллер, асықпай бастап жатыр ғой олай. Миллер, Мона Лизаны кім жазды? Миллер. Мона Лизаны кім жазды? Өрген, мен саған айтайын ба приколды? Не прикол? Алдыңғы күні Инстаграмда біреуге дәл осы сұрақты қойды. Мен не істегенімді білесің ба? Жаттым да ұйқылы ой. Мынандай да рилс па ма? Давай сен жауап бермесең, мен жауап берейін. Жоқ, тоқта, ол егер вариант айтпаса, сен жауап бере аласың. Вариант айтпаса. Мона Лиза картинасын кім салды деш, хотя бы? Жоқ, Мона Лизаны кім жазды?
иә миллер жауап жоқ дейсаш білмесең егер иә білмесең. бірақ минус сен алып кетесің нони сен біліп тұрсаң. нони дұрыс жауап қателеспесем. бермей қалса минусқа кіріп кетеді. иә минус алып кетесің. Давай мен жауап бермеймін деп шештім, кішкене нониге балл алсын. Онда саған да екіс Айтайын ба? кетеді мейлер, білесің ғой, өйткені сен міндетті түрде жауап беру керек едің. Онда мен просто жауап бере салайын. Да, айта сал болып. Сен рұқсат беріп жатсың, бірақ қарсыласыңа жауап берсін деп. мен Ладно, ойымда ақын бір жас. вариант тұр бірақ мен сенімді емеспін ол екеніне. Болды, хорошо, я пропускаю. Қуатты ақын жас деп ойлап едім, негізі ол емес екен. Нони, айтайын ба? айт. иә бірақ мен минусқа кет Минусқа кетесің, дұрыс болмай қалса. Жоқ. біреудің кетесің, таңдаған Нони, ете- сен- тоқта. Жоқ. Жоқ, сен Жоқ, плюс біреу- алғың келіп тұр. Жеңіс, дұрыс, сен өзіңе сенімді болып оның сұрағын алып тұрсың ғой өзіңе. түсіндім иә жоқ иә бұл жерде миллердің ячейкасы ғой таңдаған Иә. и бұл жерде мен жауап берсем дұрыс жауап берсем очко аламын жауап бермесем ештеңе болмайды болса әдемі болады да правила бойынша Жоқ, Онда сен ондай ұтып кетесің оны, Ондай мен жауабыма. болмайды. Жабыс. Сенімді болып Да айтсаң, Винчи. может, сенің жауабың Леонардо да Винчи. Так, дұрыс Иә. жауабы Леонардо да Винчи. yes Адо пример про ғой, ема да Винчисің. көрдіңдер ма жігіттер Ол да қорықпаса мен еді. екінші айтамын еш мен жерде қараған келіспеймін. жоқпын еркекше жігітше Твой черед. кино және сериалдар 300 2024 жылы Оскар премиясын жеңген кино. 24. білем мен айтайын ба Айт. одни из нас Нақты жауабың одни из нас. или ойланайын тоқтай тұр Так, 2024 жылы Оскар премиясын жеңген Былтыр ғой? кино. Былтыр Оскар Иә, премиясын кім иә жеңді? сол ғой иә Оны былай ғой да, оны былай береді ғой, сол жылы шыққан кинолардың арасында ғана береді ғой. Білмеймін, солай шығар. 10 жылдан кейін бермейді ғой, да, әйтеуір есіне түсіп кетіп, мына кино жақсы еді ғой, осыған берейік Кезінде деп па? ана кино емес па еді Джеки Чанға ұқсайтын бір пацан түскен Неге Иә, бізден иә, неге жоқ, бізден жоқ. сұрап жатыр бұл? Түсінбеймін. Мынау сенің қарсыласың астында отқан. Өлсем де Мынау жүргізуші, мынау да жауап бермейді қарсы. Бағанағыдай келсек, Мына мысалы, жерде екінші адам жауап берейін десе, онда қарсыласынан Мен- рұқсат сұрасын. Рұқсат берсе жауап береді, Мен сұрамаймын. Мен вообще рұқсат бермеймін бұл ойында. Мен де бермеймін оны саған вообще. Бошы, Нони. Тупой еще тупее деші. Бля, екеуің сондай болып тұрсыңдар. Тупой, еще тупее. Бля. тоқта Ладно, Я, жүгіріп короче, бар, веб-камера Бір нәрсе айтайын ашып. сендерге. Егер сенің миыңда ол зат болмаса, қанша ойлансаң да ол зат келмейді миыңа. келмейді иә келмейді иә тоқта Давай, 2020 Нони, сол Сен үшін. ақ отсың, жауап берсей, блядь, похуй. 2020 Келмейді. Келмейді, келмейді. Ол саған келмейді же, жауап берсей, бауырым. Бол енді онда X-ті басамын, онда X басам. иә 10 секунд болды 10 секунд болды Айттан Айтал, жауап. айтал. Ва, Айтайын ба? Нони. атомный бомба туралы кино Аты керек қой, Нони. Өтіп Сен кетті, негізі болды, көрген, өткізіп жіберемін, Нони өткізіп Киллиан жіберем Мерфи болды. түсті Киллиан жауап беріп жатырмын ғой атомный бомбаны шығарған Киноның аты? документальный фильм Еске Киллиан Мерфи түсті железный человек түсті Мен есе ұтылып қалсам, мен Октагон не деген жіберемін. сияқты қазір айтамын қазір Жалып жіберемін видеоңа. мына айтқан жауаптарым бірақ қабылданбай ма мен бәрін айтып тұрмын ғой кім Жоқ, түскен жоқ, брат, нақты аты керек. Киллиан Мерфи түседі Негізі тауып тұр, просто атын білмей тұр, бірақ ат керек, брат. Иә. Ереженің аты ереже. Давай, хотя бы Болды. Нони 20 секунд берейік. 10, 11, 12, ұйықта қалды, 13, 14, 20. Все, скипаем. Нони, иә, почти сен барлығын тауып тұрсың, атын ғана білмей тұрсың. ше. мейлерге бермеймін мен бүкіл киноны Иә, иә. айтып қойдым болған Иә, Бермей. иә, дұрыс жауабы. Неге бермейсің? геймер прикинь Бәле. Киберспорт 300. Энтри Фрагердің рөлі қандай? Рифлер. Рифлер дегеніз. Типа мен Киберспортта. түсіндіріп айтып беруім керек па? Иә, мынандай Энтри Фрагер айтып берген. алғашқы килл жасайтын адам, килл іздеп табатын адам. Нақты жауабың ба? Қазір ойбай деп жүрме. Иә. Так, дұрыс жауабы. Бірінші болып шабуылдап, командасына алғашқы киллді жасайтын ойыншы. Давай, детка! Қайда мен не гүлдерім ойда гүл жоқтарым. Жарайды, жүз- Одан төмен ала алмаймын мен. Кино және сериалдар 100 ба? Сұрақ. Марвелде темір адам рөлін кім сомдайды? прикинь мистер Бин прикинь Роберт Дауни младший ё-моё Келіспеймін, мына Дұрыс сұраққа жауабы келіспеймін мен. қате, Роберт Дауни кішісі. младший деп айттың деп қате вообще Міне осылай көрдіңдер ма? Оңай сұрақтан бастасаңдар болады ғой. Дүниежүзі тарихы 100. ақш-тың алғашқы президенті кім болды? Вашингтон. брат мына жерге Болды ма? Қабылдайын ба? Алғашқы президент ойлан ақш-тың. осы нәрсені білмегеннен кейін қоя қойса короче қазір Вашингтон деген ол долларға енгізілген президент Джордж Буш. Сен мені алдама, но не сұраққа сен өзің біл жарайды иә Жоқ, ғой, Франклин ғой? Бенджамин Иә, Франклин. Вашингтонда бар ғой? Может, әртүрлі купюрада шығар, может. купюра Джордж әртүрлі ғой иә Буш. Джордж Буш или Вашингтон. Вашингтон. Америка құрама егер Миллер штаттарының. жауап бермесе жи бүйтіп қойшы Миллер Жоқ, жауап мен бермей бермеймін мен саған.
жоқ көрдің ба нони не бермейсің мен жауап берейінші. сен 100 балдық сұраққа осылай ойланып отырсың. Алда 500-дер бар, ойлашы. бір қаланың аты бар ғой, Вашингтон емес, тағы бір қаланың бір ненің аты бар сияқты. Лас-Вегас, жаңа ғана тілім ұшына келіп кетіп қалды өзі. Техас. жоқ ондай емес қоймашы брат. Вашингтонда ұршы. Қабылдадым оны. Дұрыс жауабы Джордж Вашингтон. бейби нони, мен шатастырамын деп ойладың ба? Космос 100. Барамыз. Космос және планеталар 100. Күнге ең жақын орналасқан планета. Ема, нони, соны білмейсің ба не? Неге білмеймін? Білет шығарым, қайдан білесің? Билет адам сразу жауап береді. Дәнк еткізіп. Маған бересің ба нони? Бермеймін саған. Мынаны не ойдың сонда, ешкімге бермейді? Жадный ғой бәрі. Венера или Юпитер ғой? Анаған бір рет берсең, оны саған бір рет берді бағана. Короче, Венера, Юпитер, Сатурн, Нептун бәрі. Бәрін айтсаң, оны сен. Чат, Меркурий ма, Нептун ба? Чат айтыңдаршы. Мен рисковать етем. Либо Нептун, либо Меркурий. Давай, Меркурий болсын онда. Амал жоқ. Примерно минусқа кеттім ода. Дұрыс жауап Меркурий. Кәне. Yes! Миллер. Что-то. Нони, сен минустасың ғой, Нони. Хотя бы жақындадым ғой. Екеуің де минусқа кіресіздер, уайымдамаңдар. Давай киберспорт CS2 500-ге кеттік. Ема. Киберспорт CS2 500. Миллер бізде комментатор болған ешші. Я, ол бар екен ғой. Ё-май. Давай. Сұрақ. Комментатор болып. Мате Эрбо деген ойыншының лақабаты кім? Кәне жаңа мақтан атырын ғой, минустасын, анаяқтасын. Чадипте қолдан ба? Давай, брат, болды. Айтам, Зайбу. Машы. Зайбудың аты ғой. Болды ма? Француз ғой. Тетір. Француз ғой, Мате Эрбо деген. Либо Апекс, либо Зайву. Се бұл танымал адам ғой. Зайвудың аты Мате сияқты как будто. Бірақ Эрбо дегеннен уже не істеп отырмын. Поэтому менің ойымша либо Апекс, либо Зайву. Бірақ Апекс француз емес ғой. Екеуі де француз, брат. Екеуі де француз ғой. Онда вот Апекс болып қалуы мүмкін. Давай мен бетем рискну. Зайву. Дұрыс жауабы Зайву. Мынау 500 емес, мынау где-то 200-дің сұрағы ғой мынау. Просто ол комментатор болған ғой. Ол француз деп. Ол комментатор емес, логикаға салып тұр ғой ол. Нони, жұмбақтардан көрші, жұмбақтарды көрші. Жұмбақтар 500. Мен тұрып бір таяқты қолыма алдым. Ішіне қошқыл қызыл бояу салдым. Қызарып сол бояудан шыққан таяқ ұрғанда созылады, қайран қалдым. Бұл не? Мына жерге андай зависать етіп қойған, загрузканы қойып жүрсің. Мен тұрып. Оны не соны бейнележін? Давай. Вот как раз солай істесең де уже жауап шығу мүмкін. Таяқты қолға алдым. Аха, сосын не істедің? Сосын мунчак істедім. Вот ана қуаттыш, Нони. Атаны қуат. Тұрақтың жауабын қандай қылып беру керексің? Не ма ол, не ма? Жоқ, андай ғой, белі бүкір, алысқа түкір. Не ол? Мылтық. енді. Сондай зат қой. Бірдеңеге батырады ол. Мен шотка деп ойлап отырмын. Бірақ бұл созылады деп тұр ғой. Бұл жерде логика негізі бар ғой, таяқ емес анау. Қойшы. Мен гениймін, Лео. Короче, қара. Мен түсінгенім мынандай. Бір таяқ деген ол алюминий, темір, примерно темір, қызыл бояу ол лава. Қызарып деген сол қызу қатты қызарған пеш. Сол бояудан шыққан таяқ деген ол таяқ емес, ол темір примерно. Ұрасың. Үйлердің зайбал шығып кетті. Ол созылады ол. Менің ойымша темір деп ойлаймын, өйткені қызарып деген сөз маған конкретный подсказка берді. Қабылдайын ба? Иә. Болды, дұрыс жауабы темір. Жоқ, ол Тұрарға көрсетіп отыр, қолын бүйтіп, Тұрар молодец деп отыр. Мен болды жұмбақтардың бәрін мен таңдаймын, Миллер. Сен таңдама вообще. Таңдаймын, Вообще таңдама. Ума, маңқа. Таңдаймын. Сөздерге мән берсін. Былай келсекші, Нони. Таймер қояды, экранға көрсет, сол таймерден асып кетуге болмайды. Брат, қара, жұмбақтар 100-ге 1 минут бер, мысалы 100-ге. 200 дегенге 2 минут бер. Давай. 100-ге 4. Давай. Окей, давай. Осы айтқандарың әдемі, таймер уақыт бітіп қалады. Егер сұрақ таңдаған адам жауап бермесе, автомат түрде егер сопернигінде жауап болса, жауап береді. Иә, давай. Кеттік қазақ тілін көрейік. 100. Қазақ тілінің әліпбиінде неше әріп бар? 47. Дұрыс жауап мынау деп айтасың короче. Сен сұрағын дұрыс қойдың деп ойлайсың ба, Лео? Дұрыс, иә. Иә, бұдан асқан дұрыс сұрақ жоқ өмірде. 37. 42. 42 делай. Қабылдаймыз. Миллердің жауабы 42. Дұрыс жауап 42. Бір жерден қарап отыр, Лео байқадың ба? Уаллахи, Нони. Кім? Қалай? Адам 47 дейді, сосын 37 дейді да, окей, 42 дейді. Иә? Қалай 42 деген да ойлануға болады. А, Ә, Б, В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З, Л, М, Н, Ң, О, Ö, Ö, О, Мен де сол сұрақ қоятын, оны қалай 47, 37 деп тұрды да,
1 секундқа 42 деді. Қалай ол? Жұмбақтар 400. Қауын қарбыз дей алмайсың. Піскенмен жей алмайсың дейді. Жарғаныңмен қап-қатты, Елу сегіз. ал асқанда тәп-тәтті. Уақыт кетті. Примерно не ғой жаңағы баунтидің жаңағы кокос деп ойлаймын енді. Болды ма? Нақты жауап қабылдай берейін бе? Жоқ, ойлана тұрайын. 47 Оны дейді ол. аспаннан лақтырасың кокосты. Кокос не үшін Ал. аспаннан лақтырасың оны? Кокосты жару үшін аспаннан лақтырады ғой маймылдар, білесің ба, тасқа жару үшін. Ал асқанда, ал тамақ істегенде тәп-тәтті деп. Кокос емес қой бұл. Кокосты пісіріп жемейді ғой адамдар. Нони, сен маған бердің ғой, Нони. Мен саған бердім ғой, сен де маған берші. Жоқ, мен саған бермеймін. Нони, мен саған бердім ғой, Нони, берші. Мынаны қабылдатсың ба? Нони, Нони. Жарғаныңмен қап-қатты, ал асқан кезінде ғана ол тәп-тәтті. Бізде асқабақ бар. Жоқ, мен асқабақ деп ойлаймын, өйткені басқа вариант көріп тұрған жоқпын. Все хорошо, окей. Болды ма? Қабылдайық па? Да, болды. Мен бірақ сенен кейін жауап беремін, Нони. Дұрыс жауабы Ойланатын нәрсе емес. асқабақ. Ойланатын нәрсе емес, құры бар. Осы сұрақ саған қойылғанда ойланатын ең 10 сағат. Жоқ, Нони. Тамақ қылып пісіргенде асқабақ, біздің елде просто тыкваны көп жейді. Келесі сұрақ Миллер. Келсесің ба, ең лучший не екеніне, выпуск екеніне. Жоқ. Бір арам пиғылдар болып отқан сияқты примерно. Сен, Нони, 500-лерді ұрып тасташы киномен ненің. Хорошо, давай кеттік. Маған просто андай сұрақ керек болып тұр. Мажор деген. Киберспорт КС2 давай. 200. Counter-Strike ойынында гранатаның неше түрі бар? Бұл логикалық сұрақ па, или просто КС-те конкретно сұрақ па? Нормальный сұрақ вроде. Бұл жерде, мысалы, граната деп есептей алмаймын ғой мен. Светошумовая. Бірақ светошумовая граната ол есептеледі. Ух ты. Граната, Так, бұл екі осколочная мете? граната ол Уақытта. есептеледі. Молотов уже граната ол есептелмейді. Себебі ол молотов ол просто не? Ол да граната ол есептеледі, потому что онда сыртына гранат деп жазылып тұрады. Значит, бізде 3 граната бар. Кажется, біреуі молотов ол просто не? Ол по-моему негізі мен ақ жауап беретін едім осыған. Төртеуі деп айтпаймын мен, себебі Нони төртеу емес, бұл да логичный сұрақ та кішкене. Болды ма? Нақты жауабың үшеу ма? Болды, анау просто коктейль. Все, үшеу. Дұрыс жауабы Нони. Не күлесіңдер? Дұрыс жауап 5. Қалай ложная граната бар ғой, ложная граната бар. Бірақ ложнайды қосқан мен Нони 4 болады ғой. Молотов коктейльді граната ғой. Хорошо. Давай. Я прикинь. Так, 500-ге 500 теңесті. Жұмбақтар 100. Темір аяқты, ағаш таяқты. Ол не? Уақыт кетті. Типа арба емес, орындық. 3. Ну сон білмейсің ба, Нони? Екі, Жоқ, мен келді бір. уже миыма. Стоп. Болды. Циркуль. Мейлер жауап берсең болады. Жауап бердім ғой уақытында. Не айттың? Циркуль дедім ғой. Мейлер емес пе оны айтқан? Мейлер сен Мен айттың ба? циркуль деп қалдым. Мен айттым. Иә, стримнен қара. Мен айттым. Ойбай, ана мен айттым дейді, құры бар. Мал ғой анау. Дұрыс жауабы Алдады. циркуль мен қарындаш. Ладно, Ал, қабылдайық. енді дұрыс деп қабылдаймыз ба? Мен достар, иә. Бұл жерде бірақ кім қай жылы жеңді деген сұрақ бар ма вообще? Киберспорт 400. Сен не сұрадың Мейлер? Қандай сұрақ болса екен дедің? Мажор, кім жеңді деген сияқты сұрақ бар ма? CSGO тарихындағы алғашқы 2 дүркін мажор жеңімпазы қай команда болды? Астралис. Болды ма? Болды, Астралис. Просто айтайыншы. Тетір. Олар 3 рет қатарынан жеңгенін білем. Может, какие-то я пропустил. Уақыт жоқ Я сенде. Астралис, хочешь, Астралис потом 1 жыл алған жоқ, потом Осындай болу керек қайтадан қой. алған. Сұрақты білмейсің, типа болды осылай дей салу керек. Иә, мен Сен- айтайын. Айт. Virtus Pro. Дұрыс жауабы Virtus.pro шығар, скорее всего. Fnatic. Катовице 2015, Fnatic. Кёльн 2015. Қате деген таңда, Нони өліп бара жатыр ғой. Енді маған рисковать етуге болады, жігіттер. Рисковать етіп көрсе, Мейлердің қасынан бірақ шығасың кересің. Хума, Давай Космос 200. Қазақстан Республикасында ғарышкерлер күні қай күні тойланады? Уақыт кетті. Болды, Нони. 200 Атмена бере емес. сал, Нони. 200 ғой? Менде бір күні тойланды ғой өткенде, блин. Короче, сол кезде Интерстеллар шыққан күн. жоқ, бір қонақтар келді сол күні. И сол кезде құттықтап атты ғарышкерлер күні болсын деп. 27-сі туған күнім болды. Нони, по-любому датамен жабыстырып таба алмайсың. 3, 2, 1. 12 жауап. примерно 12 деймін. Ненің 12-сі? Менің 12-сі. Мен туған күнім болған ай, короче. Сол айда болды точно. Сәуірдің 12-сі. Жауапты қабылдаймыз. Дұрыс жауап. Мейлер не дейсің енді? Мүмкін Өзің емес. білесің де. Мүмкін емес. 3 сұрақты соңғы 1 секундта жауап беріп отыр. Наугат жеге, менде ондай наугат сезімі бар менде, Миллер. Тұрар қай жерде отыр, Нони? Өтініш қазір соңында екеуміз айқайласып қалмау үшін Тұрар просто комнатадан шығарып жүрші, Нони. Тұрар, баршы ана жаққа. Брат, ол кино ма, сериал ма, бірдеңе көріп отыр ол. Нони Фирманов.
Анонимін. Так, давай. Дүниежүзі тарихы 300. 1492 жылы Американы қай теңіз саяхатшысы ашты? Сен типа Американы аштың ба не деп айтатын еді бәрі бізде ауылда сөйтіп Ты айтады. чё, мен Америка? жауап білемін, маған берші, мен Кім жауап құсап беремін. Американы аштың ба не деп айтатын еді. Кристофер Колумб құсап. Давай. Кім құсап дейді? Кристофер Колумб. Ол бірақ Ол енді кинодағы актер ғой ол. иә, ол соңына дейін бармағанын білем. Мен ойымда шынымды айтайын, как по факту тек бір ғана адам бар. Кім? Болды Колумб болды, басқа адам жоқ. Болмай қабылдайын ба? Бізде ауылда да айтатын еді, иә қабылдайсың. Дұрыс жауабы Христофер Колумб. Олар иди сюда. Оңай деп ойлаймын мен үшін бұндай сұрақтар. қалып прикинь. Қиын сұрақтар қойыңдаршы маған. Қазақ тілі 200. Так, қазақ тілі. Сылау десең. Миллер, сенен көремін қазір бар ғой. Түбір мен қосымшадан тұратын сөз қалай аталады? Түбір. Және қосымша. 2 минут уақыт кетті. Қосанды сөзіміз көмекші сөз бар. Қосымша сөздер. Қосарланған сөз. Давай, бас. Дұрыс жауабы туынды сөз. Үндемеген жақсы ұлттары көтем қысы ұтқам. Дүниежүзі тарихы 400 кеттік. Сұрақ. Германияның КСРО-ға шабуыл жасау жоспары қалай аталады? Уақыт кетті 4 минут. Тедір, үндемесіңдеші анаған. Мен миымды аштат. Тедір. Барбаросса. План Барбаросса. Қабылдайын ба? Ол или Тедір. Асықпа, ойлан, жақсылап ойлан. Мен просто КСРО-ға Германияның шабуыл жасаған прям историясын білем, соны қарадым көп. 1-2 варианттар бар тілім үшін отырған, бірақ қазір бірінші ұшып тұрған Барбаросса, басқа по-любому ойымадан келмейді қазір, бірақ деп айту мүмкін. Болды ма, тоқтатайын ба? Тоқтат болды. Жауабын қабылдадық, план Барбаросса. Yes! Тоқса әлі дұрыс жауапты көрсеткен жоқпын ба? Енді айтпайсың ба? Елан! Лео байқадың ба? Сен жауабыңды қабылдаған жоқпын, сен просто оқыдым ғой. Айтқаным. План Барбаросса. Сен айттың ба? План Джеги, Барбаросса дедім. ерте бұрын қуанып қойды анау. Уверенді. Енді. Миллер неге қуандың, Миллер? Потому что мен мына жерде атып тұрдым да сразу күте тұр дедім да қайтып келіп план Барбаросса деп айттым ғой, бірінші сөзім. Потому что ол білді сол екен. Сразу келіп айттым ғой. Болды, дұрыс жауабы Барбаросса операциясы. Дұрыс. Прикинь, Лео дейтін сұрақ. Жоқ, ол дұрыс жауап берді, бүйтіп шешті да қазір деді да план Барбаросса деді ғой Шешті сразу. Алдасың, Миллер, жақсы камбэк. Иә! Нони! Қызықтың көкесі енді басталатын сияқты. Қиындау жұмбақтар, Сен жұмбақтың үшеуін таптың, 200 таңдаймын мұнда. Бірінің ізін бірі басады, біріне жеткізбей бірі қашады. Ол не? Велик. Велик или арба. Көп қой ана жерде. Дөңгелек. Қара, велик, дөңгелек десем дұрыс қабылдайсың. Общий жауап қой. Келіс солай қалдың ала. Біреуін Просто өткізіп, бұл Миллер жерде жынданып мен кетуі мүмкін. Жоқ, кім? Миллер. Мен дөңгелек деуім мүмкін қазір ше. Велосипед деуім мүмкінмін. Арба деуім мүмкінмін. Соның барлығы бір жауапқа кеп тұр ғой, соның бәрінің баллоны. Дөңгелек дей салшы шенде. Енді дөңгелек дейсіз шенде. Ол арба болып қалса дұрыс болады деймін. Иә, сонда ол. Сонда сен қазір дөңгелек деп айтасың, бірақ арба болып қалса, онда қабылдайсың ба сұраған жауабын? Иә. Иә, велосипед болса да қабылдайсың. Өйткені арбаның астында дөңгелек те ол зат, түсінің бе? Иә. Түсінің бе? Онда мені сондайға жақындатып бірден, давай. Иә, давай. Дөңгелек, велик, арба. Дұрыс жауабы дөңгелек. Машина болса да. Дөңгелек па? Ема база жоқ достар, көрдіңдер ма? Так, Нони, сенен максимально асып кету үшін дүниежүзі 500 таңдау болады. Мен көп қараймын, бірақ оны таңдамаймын. Камбэк қылып қалдырамын соңына. Давай қазақ тілі, или блин, жоқ. Давай жұмбақ, өстіз. Тәтті. Тәттінің іші қатты. Қаттының іші тәтті. Ол не? Тәтті іші қатты не нәрсе бар вообще? Компьютер, мысалы, оның іші жұмсақ. Миллер, ГГ. Короче, сен бүйтесің ғой, Миллер. Қазір қара соңғы секундта жауап береді. Ана заттың атын есіме түспей жатыр. Шынымды айтайын да. Алдын ала бастап жатыр. Илеу байқадың ба? Ана заттың атын, иә, типа. Қазір 5 секунд, 4. Жоқ, сен енді течеші мана да бердің ғой, Нониге бір рет берші маған. Болды. Жауап. Логический цепочкасын тауып алайын. Жауап. Мен айтам ғой, күтшеш айтам ғой. Күтпейін, болды, уақыт бітті, брат. Новый правила қабылдадық. Болды, айтайын да, атын енді қазір. Айта салайын, айта сал. Болды, просто айта сал қабылданбайды. Чупа-чупспен компьютер. Болды. Дұрыс жауабы
өрік шеше, соны да білмейсіңдер ма? ема прикинь өрік неге тәтті ол дәмді Қарсы? болып есептелмей ма? Тәтті дегенмен соны мен иә, тәтті иә, дегенді мен мысалы ойлай типа андай тамақты тәтті дегенді мен соны түсінбеймін мысалы фруктыны да тәтті деп айта алмаймын мен Өрік фруктыны тәтті дәмді ғой, деп брат. айта аламын Белиссимо. мен дәмді деп айта аламын брат ішінде секері жоқ қой қоспасы сен Секері сұрағың не ол? дұрыс емес сол үшін саған минус балл өрік деген не ол тәтті болмайды ғой фрукты Енді не болады? Әші болады ма? дәмді Дәмді ол тамақ болады, брат. енді Дәмді. тамақ фрукты тоже дәмді Нихуя. болады кино 400 жарайды Менің атым Қожа фильмінің режиссері кім? Яғни жалпы қазақ режиссерларынан адам танисың ба? Ақан иә ақан Сатаевтан басқа? сатаев танимын Иә, басқа. бірақ ақан сатаев туылған жоқ қой ол кезде Ол киноны көргенсің ба? ба? Ана жігіт ше айтшы, менің атым Қожа деген. 70-80-де түсірілді. көрмегенмін Ма? Онда режиссерді таппайсың ғой, уақыт созбай қойсаң болады. неге үшінші вариант жоқ типа нейтральный деген ана жерде x галочка и нейтрал дейтін жоқ кнопка Оның атын естідік, бірақ қазір айта алмаймыз никак. Хасанғалиев Ескендір Хасанғалиев. Ескендір Хасанғалиев. Білмесең ол келмейді саған жауап, по-любому. Неде жоқ примет жоқ Досмұхамбетов слышал, кім? прикинь аты мен фамилиясын точно тапсам О, ема сөйтіп тапсаң, мен бүйтем. О, Мен мойындаймын Бля, шешін. чувак, Рандомно расымен. рандомно айтып, режиссердің аты мен фамилиясын тауып алсаң. әйтеуір соңында Өгізді, Ев деген бар. Лео, бірдеме Ев. давай Мұхтар Әуезов бас Дұрыс жауабы Мұхтар Әуезов, да? Ну не. иә Ема сен өйстіп айттың ғой мана мен соған я деп айттың, типа дұрыс жауабы деп айттың. Дұрыс жауабы Мен соған Бердібек иә дедім, Соқпақбаев сендер айқай шығарды. дегенсің ба? А, Абдолла көрме Ев Қарсақбаев. деген бар дедім, брат. Мен білемін, естідім, брат. Ема, но не артта кетсін. Мен қазір 500 алып тастасам 0 қалам ба сонда? Иә, Блин, нөл. космос пен планеталарға бармау керек вообще. Давай, алып кеттік. Дүниежүзі тарихы 500. Қандай ежелгі өркениет Мезоамерикада баспалдақ пирамидаларын салған? Египет, Өркениет деген не? кімдер? Цивилизация ма? индейцы пирамидаларын салған индейцтер, потому что Американың ең алғашқы тұрғындары олар индейцтер. Үндістер емес, индейцы. Олар пирамида сала алады деген білмеймін. Себебі олар ондай жерде тұрмайды өздері. Олар өздері орманда тұрады, а? жоқ сен Жоқ, білмесең бұл жерде маған білші өркениет Бірақ дегенде ол мен қазір сұрақты просто ана неге айтып қоюым мүмкін да, мен білемін то, что Америкада индейцтер алғашқы сол жақта тұрғанын, и мен қазір тұрамын да индейцтер десем, жоқ, потом басқа сұрақ болып шығады, и ол сұрақтың жауабы вообще там мемлекетке емес басқа бір Не айтып кеттің ол зай? бірақ мен Уақыт жауап созып жатыр. бермеймін маған Хорошо, индейцы, все. нақты жауабың сол ғой онда не Индейцы. вариант жігіттер Индейцы. Айтсын. өзіңнің майя тайпасы Так, дұрыс жауабы Майя тайпасы. Білмейді екенмін. Валлахи білмейді екенмін. Қайдан білдің ана оны сен? маған баспалдақтар Майя ғой ол египет емес ол вообще Түсіндім ғой мен оны, пирамида дегесін уже Египет есіме келді да, Мезоамерика дегесін маған ең алғашқы тұрғындар есіме келді. баспалдақтар пирамидасы мынандай квадратный пирамида түсіндің ба Давай. прикинь мына жерде мен таңдағанда мен дұрыс жауап береді екенмін ғой достар Болды, қазір минусқа кіреді бұлар. кино 500 таңдайын дедім ғой Иә, енді қазақ тілі таңдамайын деп оны қазақ тілі 300 Ема, нони, атып кете салды ғой. Қазақ тілінде неологизмдер деген не? жоқ ана тоқта неологизм не ол огизм өгіз типа өгіз. Нео деген сөзден бастайсың ғой, нони. өгіз кімдер өгіздер кімдер не ол? Неологизм деген қазақ тілі, нони. Не ол? Менің өгіздерім ба? Мен наушник- Иә, Короче. ол неологизмдер деген сол сөзден шыққан. Иә, неологизм деген қазақтың сөзі, брат. Баяғыда бір бала жайлауға шыққан ғой, малдарын бағу үшін. Иә. примерно жауап берейін Примерно емес, нақты жауабыңды айт. иә сырттан енгізілген сөздер сырттан келген сөздер Болды, қабылдаймын онда. Иә. Ал дұрыс жауап жаңадан пайда болған сөздер. дұрыс қой Жа. Сырттан келген. Сенің айтқан сөздерің ол кірме сөздер Типа. деп аталады. Иә. о-мое Сырттан келген сөздер деген андай. Сәл қалдың. Так, онда мен ұшынбаймын. Давай, қазақ тілі 400. Қыстырма сөздер дегеніміз не? Қалай түсінді? Мен білем қыстырма сөздер деген не Не екен. ол? давай Кстати, айт вирусный сөздер деп айтады, оны қыстырма сөз деген, значит, типа керек емес, қолданылмайтын жерде қолданылып, қыстырылып кететін сөз. Екі сөздің ортасында, банан тұр иә, банан. Походу ұтады. Адам кім бір сұраққа жауап береді вот.
соңғы сұрақтардың ше Иә. біреуіне егер до конца жауап бере алмасаңдар екеуің де сен ұтып кетесің, но не походу екеуің де ол үшін до конца жауап бермей кетулерің керек. Қыстырма сөз дегенің орынсыз, короче, қолданылмайтын жерде қолданылатын сөздер ғой. болды ма, қабылдаймын ба, не істеймін? Қосасың. Иә, енді походу сен мен уже дұрыс емес айтып тұрған біліп андай қылып отырсың ғой, қабылдаймын ба деп. Так, қыстырма сөз дегеніміз сөйлеушінің көзқарасын білдіретін сөйлеу мүшесі болмайтын сөздер. Демек, мейлердікі вообще. қате. Вообще ма? жарайды, кино 500. Таксист 1976 фильмінде басты рөлді кім ойнады? Но не, оны қарамайды ғой, 76-шы жылғы кино не керек, не. Бір Ол подсказка жылдары берейін ба? олар Бір біледі подсказка ол берейін кино. ба? Жоқ. Анау динозаврлар киносы бар ғой, знаменитый. Соған Jurassic Park. түскен актер Jurassic қара Park. нәсілді. Бля, бұл адамды білесіңдер ғой сендер. Тоқта. Эдди Мерфи. Ноннидің жауабы Эдди Мерфи. Мейлер, сен просто айтып көрші. Сұрақтарың қатты қиын ғой дейді. Шашы ақ, бетінде бүдір қазір кезінде. Жоқ, ол емес. Қыздардың Фриман ба? Фриман, иә. Морган Фриман. Мына адамды қазір сендер білесіңдер, қараңдаршы. Дұрыс жауабы Роберт Де Ниро. Ема, Де Ниро, мане. Білесіңдер ғой ана адам, дұрыс па? Бізде еще финальный бір сұрақ бар, жігіттер. Ол неше береді? Көрмегенбіз, финалға жетпедік, өткен жолы Арман мен Рамазан шайып кетті, поэтому ерте өшіріп тастадық. Так, космос және планеталар 400. Сұрақ. Урал мен Нептунға қандай газ көк түс береді? Жақсы сұрақ қойдың негізі. Мен химия оқығанымды ұмытып кеттіңдер ғой деймін. Ол не? Урал мен Нептун деген вообще мейлер. Нелер ғой, құрсын, химический элементі же уран. А Нептун это, типа, түсінттім то, что планеталар екен. Планета ма или химический не өкетті? Көк түс береді, күте тұр. Жоқ, планеталар ғой енді, Нептун нелер. А бірақ қандай газ күте тұршы, мен ойланын, қышқыл газ. Дәмді газ. Улы газ десе еще. Улы газ. Қандай бар еще? Сосистің газ. Азот емес шығар, брат. Мен қақтан Азот, білемін. брат, ол азот деген Форсаж фильміндегі машиналарда Азот, болады. давай мен лучше затуплю, но скажу то, что мен ойыма. Болды ма? Қабылдай берейін ба? Иә. Дұрыс жауабы. Оттегі. Метан, прикинь. Ну давай, зато мен минус 400-ге кеттім. Сен қазір минус 900, минус 500-ге кетесің, но не. Финал, жігіттер, финал. Мейлер, қара, егер мен қазір ошибка жасасам, Сен минус 900-дасың. иә, бірақ сосын сен де жауап бермесең, сен Ну не, бірақ қараш, ну не. Сен қазір космос пен планеталар болмаса да қазақ тілі таңдайсың. Сен минус аласың по-любому. Бірақ мынаның ішінде бір сұрақ оңай сияқты. Так, тоқта, мен есіме түсірейінші, бұл екеуінің қайсысы қиын еді. Так. Айтпа, сен айтпа, ешқандай подсказка берме, брат. Жоқ, айтпайын, просто өзіме есіме түсіріп жатырмын да. Иә, өзіңе аты. Мен мысалы қазір бүйтіп ойлап отырмын да, типа, скорее всего, космос пен планеталар қиындау деп, бірақ қазақ тілі қиындау болып шығады да, космос планеталардың 500-і оңай оқуы мүмкін, себебі киберспорттың 500-і өте оңай. Сені барынша не істеп отыр, шателестіріп отыр. Иә. Бұл 500-нің ішіне бір анандай қойып қосып қою мүмкін. Менің атым кім деген сияқты. Блин, саған қазақ тілді беріп қойсам, сен көт Ақтауда тұрасың, сәл қазақ тіліне жақынсың. Именно саған қастандық жасап қазақ тілді алып кетейін ба? Қайсысын алайын, айтшы мен. Қайсысын алайын ал? Короче, мейлер қазір айтсаң да ұтыласың, айтпасаң да ұтыласың. Өзіңді таңдайын. Қазақ тілін ала бер, по идее проблема жоқ. Қазақ тілін алайын ба? Ала бер, иә. Болды онда, кетті ал. Космос 500. Космос және планеталар 500. Жауап бере алмайсың ау бұған. Жер атмосферасын ғарыштан бөлетін шекара қалай аталады? Әне, білдім ғой сен наоборот істейтініңді. Жаңа өтіртен психология ойнап отыр. Ну не, атмосфера деген не? Айтпашы, сұрақ бірдеме шығармаш. Магнит, жер магнитінің жететін деңгейі атмосфера. Ауа және де магниттің бітетін жері. Дальше стратосфера болады. Короче, жауабым менің стратосфера, брат. Болды ма? Қабылдаймын сонда. Болды онда. Дұрыс жауабы карман сызығы. Егер қазір мейлер жауап бермесе, мейлер ұтылады. Короче, тыңдаңдар, Джеги. Мен қазір наушнигім шешем, маған 5 минут уақыт керек. Бірдеме қарап отыр деп ойламаңдар. Бірна жерде тұра аламын, просто қолымды көтеріп. Болды. Ар жақтан, ана комнатадан мынандай жауап дейді. Ол микрофонға естілмейді бізде, потому что шумка бар ғой, подавление бар. Біздің курсында ондай баратын адам жоқ. Соңғы сұрақ, мейлер. Қазақ тіліндегі жұрнақ пен жалғаудың айырмашылығы қандай? 5 минут уақыт. Как будто ойыма бір бізек келді. Мен негізі бауырымның ұтқанына да қуанам негізі. Мысалға, Дәулет Балабай егер де жеңіске жететін болса, бір ғажайып бір жолдармен, типа WhatsApp, ChatGPT сияқты, бірақ мен қуанам мен, бауырлар. Жұрнақ дегеніміз нақтылауда.
мен типа бір кейбір нелерді дұрыс түсіндірмеуім мүмкін, но само смысл сол да. Минута. Жұрнақ дегеніміз нақтылау, ал жалғау дегеніміз направлять деген ғой. Жекешелеу емес, көпшілеу. Блин, сол сөздікі бар ғой. Обобщенно деген қазақша қалай айтады? Жалпылауыш па? Жоқ, қымаш. Обобщенно Жалғау дұрыс деген. жалпылау. Направление дегенше. Миллер жауап беріп отыр. Бағыт. Я, міне, жұрнақ 30 дегеніміз секунд. нақтылау, ал жалғау дегеніміз бағыт. Жоқ, бә, қуып кеткен сияқты. Как будто ұтылған сияқты. Но не сен айт. Мен ойымша жұрнақ ол сан есім, жалғау ол зат есім деп ойлаймын. Типа жұрнақ балалар көптік мағынаны білдіреді. Лар, олар нешеу балалар. Ал жалғау ол мағына, типа просто мағына. Бұл жерде айырмашылығын сұрап отырған, не екеуінің. Екеуінің айырмашылығы жоқ. Жұрнақ 6 әріп, жалғау 6 әріп. Сондай ма не? Жоқ, Болды ма? Дұрыс жауап көрсетеді ме? Баш, иә. Дұрыс жауабы Алтар. жұрнақ жаңа сөз тудырады. Жалғау грамматикалық байланыс жасайды. Ай, яу. Мына жерге андай не музыка қойшы. Янышты музыка қойшы. Миллер, Или ной. естідің бе? Не? Естідім. Бізде кім ақылды рубриканың екінші бөлімінде минус 900 ұпаймен жеңіске жеткен. Жеңіске жеткен дейінде финальный сұрақ қайда? Ультиматум жоқ, новый ереже. Сен финальный сұрақты қазір шығара аласың ба экранға? Кім бірінші жауап берсе, сол общий жеңімпаз болады. 5000 очко берсін, окей. Давай, Нони. Кім бірінші жауап береді, давай. Иә. Қай ел күншығыс елі деп аталады? Түркия. Айта беріңдер, бет жауапты айта беріңдер, біреу таңдаймын мынау дұрыс деп. Ты өйтетпек. Енді қалай айтасыңдар? Швейцария. Айта беріңдер, кімге дұрыс болады дедейін деп тоқтатамын. Северный полюс. Швейцария, Канада. Африка, Канада, Бразилия, Франция, Италия, Испания, Иран, Ирак, Греция, Африка, Китай, Россия, Америка, Ямайка. Бразилия. айттым оны мен. Чили. Чили. Колумбия. Колумбия, Малайзия. Жоқ. США. Россия. Қазақстан. Өзбекстан. Өзбекстан. Жоқ. Так, Антарктида. Қай ел? Грузия. Вьетнам. Ирландия. Америка. Индия. Венгрия. Венгрия. Швеция. Шығыс Қазақстан. Македония. Шығыс. Македония. Не қазір ол жерде логически шығысқа қарай бару керек бізге. Австралия. Шығыс қақта? шығыстан шығады. Батыс жақта, шығыс. Күн шығыстан шығады. Корея. Но не бізде жер Япония. дөңгелек қой, сол үшін шығыс жоқ, біз айналып келе береміз. Япония. Болды. Ну не, по-любому жеңімпаз деген миллер. Дұрыс жауабы Жапония. Ну да, давай. Болды миллер. Бірақ Мойындап тастақ. Нони, мен мықтымын бірақ. Сен мықтысың ба? По факту.